Жақсы, демалысыңыз қалай өтті? Күшті өтті демалыс. Бинурмен кездестіңіз бе? Иә, кездестік. Қыз ренжілу жүрген жоқ па? Ренжілу болды. Бастық деп ойлаймын, кеше сөйлестік, келістік. Түсіндірдім барлық мән-жайын бәрін. Қазір бәрі жақсы. Қазір бәрі жақсы. Нұрдәулет, сіз бірінші кездесуде жалпы қызбен танысқанда ең бірінші не нәрсеге мән аударасыз? Мән аударасыз? Именно бет әлпетінен. Бет әлпетінен. Негізі цветінен десең енді аудара бересің ғой, шашы мен көзі. Шашы мен көзі, е? Неге шаш? Маған шаш ұзыңыздар. Андай бір жігіттер болады ғой, шашты ұстай беретін, сондайсыз ба сіз? Негізі ұстай бермеймін, бірақ та шашқа қызығам. Шаш ұзыңыздар. Гаухар ханым, қалыңыз қалай? Жақсы. Гаухар ханым, сіз бірінші кездесуде жалпы адамның қай жеріне мән аударасыз бет әлпетінен? Сырт келбетіне ма? Бойына, сосын шашына, тырнақтарына. Осылар сыймаңыз. Арке, қалыңыз қалай? Сіз бүгін көңіл күйсіз жүрген сияқтысыз. Неге? Неге? Кімге байланысты ол? Нұржан ба? Нұржанмен сөйлесіп көрдіңіздер ма? Демалыс күндері. Оның алды кеше емес, оның алды сөйлестік. Енді? Сол бір шешімге келдік. Сосын эфирде айтамыз. Қазір неге жылағыңыз келді? Жыламаймын, бір өзім жыламадым. Жоқ, жыламаймын дедім. Сондаймын мен, білмеймін, эмоциям шыға салады. Так бәрі жақсы. Сайдана? Жақсы, сіз келдіңізде, жарқ етіп келдіңіз, сразу жоқ болып кеттіңіз. Қатты ауыр қалдым. Қатты ауырасыз, бірақ демалыс күндері тойларыңызға шығасыз, е? Ол енді амал жоқ бізде. Айдана, сіз бірінші кездесуде, жалпы бірінші рет танысқан кезде жігітпен не нәрсеге мән аударасыз? Не нәрсеге кешікпеуіне, бірінші кездесуде. Актуальный нәрсе ма? Жалпы енді адамгершілігіне, сырт келбетінен, сөзіне, я енді бір қарағанда түріне, бірақ андай адам қылығымен сүйкімді деп ойлаймын да, негізі мінезімен, харизмасымен. Андай жоқ па, бір көзіне қарай, мұрны қисық болса. Жоқ, негізі шынымен де андай адам сөзімен сондаймен сүйкімді болатын сияқты. Амжан, қалыңыз қалай? Ассалаумағалейкум, жақсы бәрі. Не істеп жүрсіз? Сол кішкене біртүрлі болып жүрмін. Неге? Тұмау ғой, екі мұрын бітеліп қалған ғой. Бізде бәрі ауырып отыр қазір, е? Иә, сол біреу жұқтырды бізге. Ғалымжан, сіз бірінші кездесуде жалпы қызбен танысарда қыздың бет әлпетінен не нәрсеге мән аударасыз? Түсінбедім, түріне несіне қараймын ба? Иә. Көзіне қараймын. Көзіне? Сосын? Сөйтіп, қасына қарайды, кірпігіне қараймын. Сөйтіп айта берейін ба? Иә, енді қалай бар солай Иә, айтыңыз? сол көзіне қараймын бірінші. Көзі қандай болу керек? Жасыл. Жасыл? Сондай ұнайды маған. Сондай қыз кездестіріп пе едіңіз негізі? Мен бұрынғы қызым отношениеде сондай қыз болған кезде. Онда біз жасыл көзді үміткер күтеміз, а? Жоқ, не обязательно жасыл көз. Любойын күтемін ғой мен. Нұржан, қалайсыз? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, сіздің көңіл күйіңіз жақсы сияқты. Өте керемет, бүгін аптаның бірінші күні, апта жақсы басталды мен үшін. Нұржан, сіз бірінші кездесуде жалпы қызбен танысарда бірінші не нәрсеге мән аударасыз? Бет әлпетінен. Бірінші бет әлпетінен мен бірінші көзіне қараймын. Қыздың көзі әдемі болатын болса, мен үшін ол жақсы. Әдемі көз деген сіз үшін қандай? Әдемі көз деген мен үшін бір мөлдір көздер болады. Көк емес, басқа емес көздер болады. Қап-қара көздер ма болады ғой. Айта алмаймын, бірақ мен көрген кезде чувствовать етемін көзді. Қарап. Көзден бөлек? Көзден бөлек сол енді бет әлпет, түр әлпет қой. Негізі түрге қарамаймыз деген өтірік әңгіме. Одан кейін барып мінезіне қарай кетеміз ғой. Мінезі қалай, үлкенді жігітті қалай сыйлайды. Фигурасына қарайсыз ба? Фигурасына сәл қарап қоямын. Мінезден кейін қараймын бірақ. Қалайсыз?
Жақсы, Жанбек, сіз бірінші кездесуде қыздың бет әлпетінен не нәрсеге мән аударасыз? Мен тырнақтарына қараймын. Тырнақтарына? Тырнағына қараймын. Өзіңіздің тырнағыңызды көрсетіңізші. Сәл-пәл андай неухоженный ғой. Онда қалай қарайсыз? Сол ғой, жаман қасиетін сол болып тұрмын. Тырнағына қараймын, қатты ұзын болса кішкене деймін. Ал фигурасына қарайсыз ба? Болады андай тұрады. Болады ма? Ана 30-ға келіп тоқ шығарды демеңіздер енді, бірақ сондай болады енді арасында. Ер азамат болғаннан сондай қарайтын шығар. Бірақ ең басты адамгершілігі несі ғой, шынайылығы сондай. Мысалы, түрі әдемі, денесі әдемі, бәрі күшті да, бірақ мінезі сәл қырсықтау. Сәл болса нормально, егер сәл емес болса онда қиын болады. Сәл болса болады. Шыдауға болады, иә? Шыдайсың ғой.